Мадың осынша уақыт келіп мен кірген кезде ол емес қой онша да. водительге келеді да сен неге осынша уақыт остановкаға билет бермедің деп. Неге сонда бізде справедливость. Оңай сонда аналарға әңгіме айта алмайды да водительге әңгіме айта алмайды. Біз оңаймен совещание өткіздік. Кеше. Теперь водитель, я им объяснил, я говорю, купелер, вы откуда зарплату получаете? От нас? От нас. Транспортный холдинг откуда зарплату получает? От нас? От нас. А эту зарплату кто нам приносит? Водитель. Ваши, блин, лунаевцы эти, ходят, блядь, как ОПГ наш. Да, тоже. Теперь, смотрите, водитель, айттым мен, вот, свидетели сидят, я это все говорил. Жиналыс оңаймен жиналыс болды. Теперь, оларда, енді, они должны заходить, заходят в автобус, говорят, уважаемые, или казахша, или орысша айтат, предъявите свои. Если начнутся грубые разговоры, олармен не пререкайтесь. Включите сотовый телефон и снимайте. Все, жұмыстан. Остановка болды. Енді, подождите, до конца слушать. Енді бізде есть обратная связь с олардың СБ-лармен, с олардың бастықтармен. Напрямую, сіз колоннике, ол маған, мен оларға. Все. И там сразу видно, картина вся будет. Я сказал. Я говорю, сразу, если ұнамай ма, сразу видеоға түсіріп аласыздар, сосын колонникке жібересіз. Қалай түсіресің? Остановкада! Тоқтап сені кіреді ғой. Остановкада кейін жақсып қалды ғой, әдем сөйлесіп қалды. Ес біліп алсыңдар жігіттер, тұрған кезде. Тұрған кезде. Сені айтып жүріп барады, бәрін сөзімді да. Потом, если они будут пререкаться, скажите, кого, видеокамера, көрсет? Короче, енді ол сендерге жағдай айтатын болады. Сендер қазір оларға жағдай айтып Кеше отырсыңдар. барып жабылып қойып, радиосын бете алатыны бар, біз бар. Если бір круг жүрген кезінде оңайдың балалар мінгесе, прямой колоннике жүреді. Бір оңай болды. Жоқ, асырабы шақырсам мінбейді, соны түсіру керек па? Сонда, короче, қараңдар, жігіттер. жоқ, таңертең былай ғой, таңертең шығасыздар ғой, азында бүйткөн болады ғой автобус. Кірмейді. Оңайдың балалар мінбей қалады ғой, мінбей қалды ма, сразу прямой колоннике жіберіңіз. Мінбей қалды деп. Мінген жоқ маған, бір оңай мінген жоқ. Содан кейін біз колонниктер жібереміз ғой, жіберетін жерге. Группа ашып қойды бізге, конкретно соға жібереді. Жаңа сіздер айтып отырсыз, оңай бара жатса суретке түсірдіңіздер да. Кеше ол әңгіме қозғалды. Енді олардың бастығы, енді олардың бастығы айтады, сендерді водительдер аңдиды енді деп. Олар енді тыңдаңыз, остановкаға келген кезде көттерін қысады да, жүріп баратқан кезде әңгіме айтады. А біздер жүріп баратқанда Бар ғой адамдар, айтасың ғой, камера, дурачок. Без билеттің адамдар, олар не істеу керек? Оформить ету керек па ұстаған кезде? Олар, Кеше маған ұсталды біреу. Маған 8-ші маршруттың билетімен тұр. Мынау деймін, мен қалтамда билет, басқа ақшам жоқ деді. Енді оформить ет дедім бар. Маған менен осыны алдым деп тұр ғой 8-ші маршруттың билетін. Енді ол ақшам жоқ деп шықты. Кешке. Сосын оформить ет деді маған. Да расскажи. Оформить ет деді. Ол айтады, мен оформить етпеймін дейді. Час пик қазір бізде дейді. 8-ден 9. Сол, бейджикті. Камерасымен тұр. Вот, тем более, бейджикті. 8-ден 9, бізде час пик, ешкімді оформить етпейміз. Біз тек қана төлетеміз. Жоқ, қарсы тыңдаса бауырым, енді жағдай сендерге айтатын болады. Енді, получается, олар, как сендердің басты сияқты болды ғой. Клиенттер Наоборот, сосын неге бізге өзімізге төле дейді. Голованың карточкасын көрсетесің ғой, водительіміз десек. Бұл әңгіме емес қой. Ол колонниктерге төледі. Только сен біз төледік. Кеше ол әңгіме қозғалды. Мені келіп оңай төледі ма? 115. Мені түсір, Еще вопрос. Вот, да. Вот я с аппарата выбиваю, Одан кейін он оңайын у меня телефон выходит, а число, дату не выходит. Я его рву, отдаю. А почему не выходит? Ну не знаю, если я нажимаю. Потом у меня был такой случай. Потом заходит, Онай заходит, приходит, говорит, ага, вы что даете билеты? Я говорю, я с аппарата выберу. Она говорит, я все буду вас оформлять. Я говорю, оформляйте, вышла там, сфотографировала, и не знаю, что. Я говорю, слушай, дорогая, позови мне этого пассажира. Она позвала.
Я говорю, уважаемый, я при Видел? тебе же билет Выбил. выбил. Он говорит, да. Вот, ну почему он тогда придирается там? Но эти, если бы к вам взаимодействие было бы, тогда это другой разговор. В смысле, если бы мы вас наказали за этот случай, вас же никто она не же- наказал. Ну вас же никто не наказал. Мало Потому ли что это я доказал для- свою для- правильно? Нет, ну это вот. Но некоторые аппараты... жоқ енді кәсек кірсеңіз бар келесіз бастыққа осылай істедім енді Все равно. Они же вас не смогут же оштрафовать. Нет, понятно, но вы же потом меры принимаете. Ну вот, мы так- сразу премия уже нету премии Просто так же. Ребят, аппарат гонит. Ну это доказуемо же это все, правильно? Хорошо, что зарплату бермеден.